Iya. Анау көрініп тұрған биік Ошқының тауы. Iya. Сол таудың бер жақ етегінде Ақтастының қорасы деген жай ақ тасы бар, жабайы қора бар. Қаша-маша салынбаған. Оған әкем көшіп келгенде бірінші жылда қыстапты. Екінші жылдан бастап әнеу көрініп жатқан екі таудың ортасында жыраның ішінде Үңгір қора деген қазіргі Қаратаңның бала-шағасының қыстап отырған қыстауы бар. Ал қыстаудан құлдағанда әнеу төменгі сайдың басына әнеу сары тастардың бер жағында жыраның ішінде Барың құдық деген үлкен әдемі осындай жарғы жерден шығып жатқан құдық бар. Кейде құдықтың су көбейгенде бері қарай ағады, азайғанда сол жерден тұрады, мал суарады, ауыз су ішеді. Бұл енді қазіргі осы елдегі біздің қыстауымыз, әкеден қалған қыстауымыз. Болдыңыз ба? Болдым. Сол қыстауда не екен деп отырмын. Ал сіз айтыңыз. Қыстауда құдыққа жап болып отыр. Бұл құдық адам сенетін нәрсе емес. Ғажап. Енді оны барып көріп кетем десең көріп кетесің, бір көрмейін десең. Көрдім сол. Оны не қыласың? Бүгін жай болып кетті енді. Жай болып кетті, ұзақтау кішкене. Сол бала айтар жоқ. Оның сөзі маңайында қар да жоқ әке. Анау енді жалаңаштау тұр ғой енді. Қар жоқ, қыста болады, жазда сөйте тұр, оның суы таусылу деген жоқ. Қысы жаз, мөлдір су ағып. Тастай су қайтырыз. Бірақ ағамыздан ұғатын нәрсе көп әлі. Біз әлде кейбіреуін айта алмайды. Қатың-мұтықтың суы құрып қалды деді, оны мына тастың ажаттым соны. Сал айтты. Bilmiyorum. Tamam et böyle. Sağ olasın. Yol olsun. Kimde? Yanıkla söyleyeyim. Böyle sorarız. Tarihini böyle sorarız. Қаши деп кетеді. Adam değil. Turtans 72 жыл ма? 72-73 жыл деп қойдым, е? Turtans, е. Көріңіз, өледі кім ол бақты? Өледі тұратын. Қарашты, қайдан көрдіңіз ме? За, температура чөхөдлээ дөө. Яг байна. Батон. Ерболат деген жігітті деп. Ерболат? Жоқ, баласы. Жоқ, Жеңісхан Ерболатты. Қай Жеңісхан? Бізде немене ордық. Майбас Жеңісхан ба? Сол күні Майбас. Мұса Жеңісхан. Сапаның олар.